Бізде мысалы дін істер басқармасына қарасты зерттеу орталығымыз бар, ақпарат талдау орталығы. Ол жерде былай қарасаң 40-тан астам қызметкер жұмыс жасайды. Осы қызметкердің барлығы қазір енді заман дамыды. Бұрынғыдай ешкім көшеде базарда дін таратпайды, немесе есік суғып жүрмейді. Қазір көбісі әлеуметтік желіде отырып, үйінде отырып, немесе шетелде отырып, Инстаграм, ТикТок арқылы діни уағыздар айтып, немесе өзінің түсінігін халыққа жеткізіп жатады да. Осылардың алдын алу үшін бізде мониторинг группасы бар, яғни топ құрылған. Бұл жаңағындай осы топтар әлеуметтік желіде таралып жатқан діни теріс бағытта жаңағы аккаунттар дейміз олай, парақшалар, ТикТок, Инстаграм секілді мынау стримге шығатындар бар мысалы, немесе уағыз етіп солардың зерттеп талдап, оларды анықтап, егер оның уағыз насихаттарында дәстүрлі құндылықтарға, немесе дәстүрлі ислам дініне қайшы келетін бір тұстар болса, біз міндетті түрде оны анықтаймыз да сараптама орталықтарына жібереміз. Ол енді дін істер комитетінде құрылған орталық. Сол арқылы жаңа діни теріс бағытта, немесе бұл біздің ішкі дәстүрімізге, өзіміздің салтымызға, немесе мынау саясатқа теріс келетін ақпараттар біз олар кісіге ескерту арқылы, немесе әрі кетсе айыппұл салу арқылы біз шектеп жатырмыз. Бұл бір ғана жұмыстың бір түрі. Ал енді нақты діни теріс бағытқа түсіп кеткен азаматтар да бар. Именно былай қараса мен ешқандай қорықпаймын. Мысалы салафизм дейді, уахабизм дейді, қазір түрлі топтар шығып жатыр. Бұлардың барлығы біздің мынау өзіміздің дәстүрлі ханафи бағытында жүрген негізгі ішкі принциптарға қарсы пікірлерді кейде шығарып, узкий круг дейміз ғой, мына кішкентай нелерде шеңберлердің ішінде талас тартысқа әкеліп жатады. Қарапайым мешіт ішінде бір ханафит пен салафит кездесіп қалса, мүмкін бір пікірлер бір-біріне сәйкес келмей қалуы мүмкін, кезде олар бір-бірімен тартысып қалуы мүмкін да. Осындай топтар, осындай кісілерді анықтап, біздер жаңа өзіміздің шапағат қоғамдық қор дейтініміз бар, деструктивті діни ағымдар жапа шеккенде көмек орталығы. Сол жерге әкеліп, солармен сөйлесіп, олардың діни көзқарасын біліп, Құранда, немесе хадисте, немесе жаңа исламның негізгі принциптерінде қандай ол қалай түсіндірілді, біз оңалту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.